Күні кеше еліміздің барлық оқу орындарында білім күні аталып өтті. Оқушылар мен студенттер жазғы демалыстан кейін жаңа білім маусымына кірісіп кетті. Солардың қатарында аймағымыздың іргелі білім ордасы саналатын Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті. Бүгінде аймақтағы эпидахуалға байланысты жоғарғы оқу орындағы студенттер сабақтарда дәстүрлі форматта оқитын болады. Биология мамандығында білім алып жатқан Жансая Мейрамбек қызы жазғы демалыстан кейін университетке қайта оралып, топтастармен қауышқаны дән риза. Өткен оқу жылында достармен бірге білім алуға толықтай мүмкіндігі болмаған ол, биылғы оқу маусымда олқылықтардың орнын жоюға кіріспек ниетте. Яғни 3-ші курс студентінің айтуынша, өткен курста олар сабақтардың біраз бөлігі мен практикалық жұмыстарын онлайн форматта жүргізіп, біршама қиындықтарға тап болғанын айтады. Біз өткен жылы, яғни еліміздегі пандемиялық ахуалға байланысты толықтай онлайн форматта оқу семестрімізді аяқтадық. Әрине, онда өзінің қиыншылықтары да болды. Бірақ қазіргі таңда біз толықтай дәстүрлі форматта, яғни офлайн түрде оқу жылымызды бастап жатырмыз. Әрине, біз карантин талаптарын сақтай отырып оқу жылын бастаймыз. Группаластарымызбен және де өзіміздің оқытушыларымызбен бетпе-бет кездескенге қуаныштымыз. Және де барлығына алдағы оқу жылына сәттілік тілеймін. Аймақтағы эпидахуалға байланысты білім алушылар оқу қабырғасына ашық жобасы арқылы кіргізіледі. Сабақ барысын оңтайландыру мақсатында 1-ші және 2-ші курс студенттер таңертеңнен түске дейін білім алса, 3-ші және 4-ші курс студенттері түстен кешке дейін барлық санитарлық талаптарды ескере отыра оқитын болады. Еліміздегі барлық жоғары оқу орындары және білім орындары сияқты барлығында да сабақ басталды. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде де сабақ басталды. 5-ші оқу ғимаратында университетіміздің сабақ таңертең 8:30-да басталды. Студенттер қазіргі қалыптасқан карантин жағдайына байланысты ашық қосымшасымен оқу ғимаратына кіргізілді. Сонымен қатар аудиториялардың барлығы да карантин талаптарына сай алдын ала дайындалды. Студенттерге жалпы лекция оқытылды. 1-ші курстың студенттеріне жалпы лекция Қазақстан Республикасының Конституция күніне арналды. Сонымен қатар жасалып жатқан жұмыстардың бірі сабақ кестесі бойынша сабақ жүргізіліп жатыр. Жаңа оқу маусымда Қара Шаңырақта барлығы 3278 студент білім алуда. Оның 2859-ы бакалавриат, 408 магистратура болса, 11 студент докторантура деңгейінде білім алуда. Ол жаз Дәуд Айдосаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.